это является многобожием. Это является большим многобожием, которое выводит человека из ислама. Потому что үйдегілердің істеп жүргені ол. Адасып. О, ассалаумағалейкум досым. Уағалейкум, қалайсың дос? Аллаға шүкір жақсы. Өзің қалай? Өзгеріп кеткенсің бе? Да? Ақтап кеткенсің бе бір? Ал сен 10 жылда дым өзгермегенсің. Да? Біз өзгермейміз. Жүр, қош келдің. Рахмет. Әзірлеп қойдым. Қош көрдік. Үй іші барлығы жақсы ма? Субханалла дос. Сен не? Адасайын дегенсің бе? Түсінбедім. Жүр, саған түсіндірейін. Ал, қош келдің ал. Отыр. Рахмет. Жайғас, тамақтан ал. Бисмилля. Мына сөзің жаңаға ісіңе сай келмей қалды ғой, дос. Түсінбедім. Не прикол ма, немене? Дос, дін саған прикол емес. Әрине прикол емес. Жаңағы ісің бұл ширк. Ата-бабамыз адасқан. Ал, жатқан сыпырғышты көтеріп қойса не бопты ал? Бірдеме болды ма не? Иә? Сыпыратыны майысып қалады. Сол үшін ба тек? Әрине. Айта берсең көп қой. Мысалға дастархан баспа дейді ал. Басса не бопты ал? Бір нәрсе бола ма не? Жоқ, енді лас болып қалады ғой басса. Немесе аяғын таза болған өзінде де біреудің тәбеті бұзылуы мүмкін. Сол үшін ба тек? Әрине. Ал мысалға түнде тырнақ алма дейді. Аха. Болмайды дейді. Дінде ондай жоқ. Дәлелің бар ма десең үндемейді. Енді бұл әдеп болғаннан кейін дінде көрсетілмеген. Қалып кеткен әдеп тұр ғой ол досым. Қалай? Енді ойлаш, кезінде түнде қазіргідей свет болған жоқ, жарық болған жоқ. Сол үшін жарық кезде тырнақтарын алған. Ал егерде түнде тырнағын алатын болса, енді әрбір жерде ұшып кетуі мүмкін, әрбір жерде жатуы мүмкін. Міне сол үшін. Ал онда неге қазір айтып жүр оны? Енді білмеймін ғой, адам әртүрлі ғой. Біреу ойланып айтады, біреу ойланбай айта салады енді. Жарайды. Жақсы ал. Онда неге тойда гүл лақтырып кім соны ұтып алса, сол тұрмысқа шығады дейді. Қара мысық алдын өтіп кетсе, жол болмай қалады дейді ал. Иә. Бұған не ал дейсің? Енді бұл біріншіден басқа ұлттардан алынған ырымдар. Бір еліктеумен бе? Ал біздің қазақ айтса нені айтты? Қазақ айтса күлді баспа деді. Өйткені ол жерде жын шайтандар мекендейді. Жалаңбас шықпа деді. Жарғы бар ыдыспен ыстық сусын ішпе деді. Ыстық тамақты үрме деді. Міне, осылардың барлығы діннен алынғандар. Ал енді бұл ырымдар қарап тұрсан әдептілікке, жақсылыққа нұсқап тұр. Бұл айтқан кезде тұрған әдеп қой бұл. Айтса қазақ осыларды айтты. Жырғы бар ыдыспен сусын ішпе, ыссы тамақты үрлеме деген дінімізде бар ма не? Әрине, пайғамбарымыздың өзі айтқан ғой. Не үшін себебін де айтты. Естімеппін. Сонда сен не? Ырымға сенесің ба не? Енді егер сенің жолыңды бір қара мысық кесіп кетті, енді сенің жолың болмайды десе, әрине, бұны шариғат құптамайды. Ал егерде бір кісі өзінің ұлын бір Омар секілді батыр болса екен, осы адамға ұқсаса екен, осындай болса ғой деп ырымдап ұлының есімін қоятын болса, онда оның айыбы жоқ. Яғни ырым сенімге айналып кетпеу керек. Міне, осы екеуінің арасына ажырата білу керек. Жақсы. Бірақ қазақтың салт дәстүрі шариғатқа қайшы емес деп айтшы ал. Келіннің иіліп сәлем беруі бұл ширк. Біз Аллахқа ғана иілуіміз керек. Әр нәрсе ниетке байланысты дейді пайғамбарымыз. Егер намазда сенің ниетің жоқ болса, сен қанша жерден сәжде қылсаң да намазың дұрыс емес. Неге? Өйткені сенің ниетің жоқ болғандықтан. Ал бұл жерде келіннің ниеті табыну емес, құрмет. Яғни иіліп құрмет көрсету. Әлде келін намаздағыдай сәжде етіп жатыр ма? Жоқ, субханалла. Міне, ал қазақ 7 атадан қыз алмаған, білесің, иә? Иә. Енді соны дінде осылай жасаңдар деген бар ма? Жоқ. Жоқ, өйткені біздің дәстүріміз. Ал пайғамбарымыз айтқан, қызды бөтеннен алыңдар, дендерін сау болады деген. Міне, ата-бабамыз 7 атадан кейін бөтен болатынын білген.
ал пайғамбарымыз болса осыны айтып отыр. Естімеппін бұндай хадисті. Енді қараш, пайғамбарымыз кезінде Мадина қаласына көшіп келген кезде мадиналықтардан сұраған: сендер бұл нәрсені қалай жасайтын едіңдер деп сұраған. Ал егер шариғатқа қайшы болмаса, ол нәрсені ол жасаған. Бұдан не шығады? Дін негіздеріне қайшы келмеген жақсы амал алынады деген шығады. Сонда пайғамбарымыз салт дәстүрді ұстанған ба не? Біріншіден, салт дәстүр деген не ол? Ол ұлтын, тілін, киген киімін, сол халықтың тұрмыс тіршілік ерекшелігі. Енді қараш, пайғамбарымыз арабтар секілді киінді ме? Киінді. Сол секілді арабша сөйлесті. Олардың істеген кәсіптерін істеді, жегенін жеп, ішкенін ішті. Яғни арабтар қалай өмір сүрсе, дәл солай ол да өмір сүрді. Тек шариғатқа қайшы болған жағдайларда ғана тыйым салып отырған. Енді осыдан кейін айтшы, салт дәстүрдің барлығы да ширк, бидағат деп қалай айтасың? Олай болса, ақылға салмай, ойланбайтын болсақ, жексенбі күні демалмайық, христиан дінін воскресі ғой. Үндінің шайын ішпейді. Олар пұтқа табынушылар ғой. Субханалла, не айтып тұрсың? Міне көрдің бе? Енді айтшы, осыдан кейін ата бабамыз адасқан ба? Жаңа керемет әдептер, 7 атадан қыз алмау деген тазалық, сәлем беріп құрмет көрсету, осылардың барлығы ширк па? Дос, мен ізденбеппін, байыбына бармаппын. Кешіріп қой мені. Ештеңе етпес дос. Алла кешірсін сені. Қазақ айтады, адасқанын айыбы жоқ, қайта үйіріне қосылса дейді. Ештеңе етпес, сондай болып тұрады. Оның бәрін қайдан білесің? Не тірлік, немен айналысып жатсың? Мен болашақ дінтанушымын. Әзірге студентпін. Ай, машалла, бәсе. Басыңда тақияң жоқ қой. Тақияң қайда? Мен 10 жыл бойы көрмеген досымды шошытып алмайын деп тақиямды кимей келсем, сен бұл жерде мен шошып тұрғаның қалай? Уағалейкумассалам, ахи. Жо, бара алмаймын. Уақытым жоқ. Жақсы. Тасташ, бәрін қойш. Кел одан да, шай ішейік. Үндін шайы ма?